Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір әсем сөзі бар екен. Әлбетте ол кісінің барлық айтқандары әсем. Бір іс бар, адамның жасаған амалдарының апаты депті. Сонда пайғамбарымыздан сұрапты: Расулалла, ол қандай нәрсе десе, ол риякерлік дейді. Риякерліктің адамға білінбей келетіндігі соншалық дейді пайғамбарымыз. Қараңғы бөлмеде, қара тастың үстінде, қара шымалдың жыбырлап келе жатқанындай болады дейді. Ойлаңызшы, өте білінбейтін нәрсе ғой. Риякерлік деген бұл сіздің сауабыңыздың апаты екен. Егер сіз бір қайыр нәрсе жасасаңыз, бір Алла үшін де бір сауап жасасаңыз, ел көрсін, қожа көрсін дейді ғой бізде халықта. Сол қожа көрсін үшін істесеңіз, онда мұның барлығы жоқ болып кетеді. Сол үшін халықта сөз бар ғой: Құдай берсе қарныңды шығарады, адам берсе көзіңді шығарады дейді. Адам бір іс жасаса міндетімен келеді екен әрдайым. Сол міндетшілдік адамда риякерлікке алып барады адамды. Риякерлік дегеніміз бұл кішігірім Аллаға серік қосу деп те айтады ғалымдарымыз. Неге? Өйткені білесіз бе, сіз бенен біз намазды мысалы Алла үшін оқимыз. Оразаны Алла үшін тұтамыз. Құранда да айтады ғой: сіздердің сойған малдарыңыз, құрбандықтарыңыздың қаны да, еті де Аллаға бармайды дейді. Бәлки жүректеріңіздегі тақуалық барады дейді. Яғни Алла Құдай сіздің, біздің сол малымызға, сойған етімізбенен манағы Алла үшін деп атаған төрт түлік нәрсемізге емес, бәлки Алла тағала сол төрт түлікті қораңыздан шығартып жатқан жүрегіңізге қарайды. Бірінші орында сол жүрек Алла үшін болу керек, ғибадаттың қабыл болуы үшін. Ал енді ойлаңыз, бір адам намазды екінші бір жұрт көрсін деп, ана пәленше Басекең көріп қалсын, Басекең намаз оқиды, мен соның жанында жүргесін намаз оқып қалайын, сонда маған да бір нәрсе бұйырып қалар десе, ол кісінің оқыған намазы жоқ болады. Немесе ораза тұтады. Неге тұтып жатсың десе, жұрт ана пәленше де ораза тұтып жүр екен деп айту үшін істесе, онда ол кісі жай ғана аш жүрген болады. Бір жерде жұрттың барлығы ақша жинап, мынау бейшара жетім жесірлерге деп беріп жатса, қалтасынан бір бума ақшаны шығарып, міне деп халықтың алдында сол бума ақшаны көтеріп тұрып, жұрттың алдында алып барып берсе, бірақ ол бергендегі, жүрегіндегі мақсаты ел көрсін, пәленше де соның арасында десе, бұның барлығы жоқ болады. Пайғамбарымыздан бір мысал бар бұған. Қиямет қайымда Алланың алдында үш адам алып келінеді екен. Біреуі ғалым кісі екен. Алла тағала сұрайды екен: ей пәленше, мына дүниеде не істедің десе, Раббым Алла, сенің үшін, сенің ырзалығың үшін деп, осы дүниеде білім іздедім. Аш болдым, тоқ болдым, білім таптым. Сол білімді тапқан соң елге қызмет етейін деп, сол білімді күндіз түні тарқаттым деп өзінің пейнетін айтып жатқанда, Алла айтады екен: жалған дейді екен. Жалған. Сен мені халық ғалым дейсің. Ел, ой, пәленшенің білімі теңіз екен. Шіркін-ай, білмейтіні жоқ дейсің. Міне осы үшін істедің. Халық айтты да. Сондықтан сен алатын ақыңды алып қойдың. Менің алдымда сенің сұрайтын еш нәрсең жоқ дейді екен. Білім Алла үшін оқылады. Егер ана пәленшені жеңіп қояйын,
түгеншені сөзден жаңылдырайын деу үшін оқысаңыз, ол білімнен сауап болмайды. Екінші бір адам келеді дейді. Пендем не істедің десе, я Аллахым, мен сен үшін ерлік жасап, қан майданда дүние салдым. Ешқашан дұшпанға артымды бермедім. Қайда дұшпан көрсем, соған беттеп қырандай ұштым солай қарай дейді. Сонда Алла тағала айтады екен, жалған бұл сөз. Сен халық мені батыр екен, пәленше ер жүрек екен, шіркін-ай, ол кісі арыстан екен деп айту үшін істедің. Халық сен туралы дастандар жазды. Балаларының аттарын қойды. Батыр деді. Алатыныңды алдың. Менің алдымда саған еш нәрсе жоқ дейді екен. Үшінші бір адам келеді. Не істедің пендем бұл дүниеде десе, Раббым, сенің берген несібен көп қой. Мен сол несібелі жандарданмын. Өте бай болдым. Алланың ырзалығы деп аямай елге ақша тарқаттым. Жетімдерді жебедім. Кедейлерді иығынан сүйедім. Қиыншылықтағы адамдардың жанынан табыла кеттім дейді екен. Сонда Алла тағала жалған дейді. Халық мені жомарт екен, пәленше сақы екен. Шіркін-ай, қолы ашық жан екен, жүрегі кең адам екен деу үшін істедің. Халық айтты бұны. Енді менің алдымда сенің алатын еш нәрсең жоқ дейді екен. Пайғамбарымыз ұлағатты ұстаз бұл мысалды сізбенен бізге өмірдегі ең үлкен үш тұлғаны мысал келтіре отыра риякерліктің ауырлығын түсіндіруде. Ел үшін деп қызмет етеміз ғой, бірақ білесіз ба, міндет жасаудың қажеті жоқ еді ол нәрседе. Қандай қызмет етсеңіз де Алла үшін істеңіз. Алла бағаңызды біледі. Алла тағала Құранда айтады сол үшін. Алла тағала ихсан жасаушылардың амалдарын зая кетірмейді дейді. Ихсан дегеніміз не дегенде пайғамбарымызға? Ихсан дегеніміз Алланы көрмей тұрып, оны көріп тұрғандай етіп амал жасау дейді. Қараңыздаршы, осы дүниеде қанша бір 80 жыл ма, 60 жыл ма адамның берген өмірі бар ғой. Сол өміріңізді қолыңызға алып Алланың құзырына барсаңыз, ішіндегі жақсы жаман амалдарыңызды Аллахым деп, міне мынау тапқаным деп ұсынып тұрсаңыз, сол кезде Алла тағала амалыңыздың бәрін бетіңізге лақтырып, мен саған мұқтаж емеспін. Сенің амалыңның барлығы ел көрсін үшін, жұрт көрсін үшін, жұрт естісін үшін жасадың. Менің алдымда сенің іздеген нәрсең жоқ десе не болады екен? Ұзын сөздің тобықтай түйіні, бауырлар, риякерлік дегеніміз ел жұрт көрсін үшін жасалатын іс болса, бұл сауап амалдардың апаты болады. Құранда айтады Алла тағала, кәпір адам жасаған амалдарын Алланың алдына алып келген кезде, сол амалдарын сағым сияқты жоқ болып кеткенін көреді дейді. Өйткені Құдай үшін жасаған жоқ ол амалдарын, жақсылықтарын, сауаптарын. Адамдар үшін жасады. Бір қандайда бір басқа мақсат үшін жасады. Яғни бір мансапқа жетсем, немесе бір кісінің жылы көзіне ілінсем, бір адамдардан дос тапсам, немесе жұрт мені былай десін деп атақ үшін, халықтың сөз үшін жасады. Ал сол істеген амалдарын енді Алланың алдында іздеудің қажеті жоқ болады екен. Құдай сізбенен бізді осы риякерліктен, қожа көрсін амалдардан сақтасын. Қандай амал жасасаңыз да, бір Алла үшін жасаңыз. Пайғамбарымыз айтады ғой,
берген садақаңды оң қолмен берсең, сол қолың соны көрмей қалсын дейді. Яғни, тіпті жүрегіңізден де өшіріп тастағаныңыз жақсы екен сауап амалдарыңызды. Сүйеніп қалмасам екен соған. Шайтан келіп маған мақтап, көтеріп тастамаса екен деген үшін болу керек екен. Рахмет тыңдағандар.